Мерейлі дата 85 жылдығын Ридердің 2 кітапханасы атап өтті. Гоголь атындағы орталық қалалық кітапхана және орталық балалар кітапханасы. Мерейлі күннің құрметіне ұштастырылған салтанатты жиында түсіру тобымыз болып қайтты. Қалалық кітапханалардың тарихында тамаша парақтар аз емес. Ридерде алғашқы кітапханалар 20 ғасырдың басында ашылған болатын. 22 қазан 1937 жылы Ридерлік қалалық кеңесі президиумының шешімімен бар изба читальна негізінде қалалық бюджеттің тұңғыш кітапханасы ашылды. Сол жылы тұңғыш балалар кітапханасы ашылды. Міне, осымен 85 жыл Ридер кітапханалары тұрғындарының лайықты құрметіне бөленіп, үлкен мәртебеге әрі сұранысқа ие болып келеді. Бұл жерге білім мен рухани өсімге жол ашатын құнсыз байлық мәртебелі кітапты қолға алуға асығады. Мен біріншіден өзімнің ұжымыма алғысымды айтамын. Қала әкімдігіне, мәслихатқа алғыс білдіремін. Олардың қолдауымен біз жөндеулерді 2 жылдың ішінде бөлімшелерге жасадық. Келесі жылы мұрағатқа жасауды сұрап отырмыз. Жылда бізге компьютерлер, кітаптар, журналдар береді. Біздің жұмыс көп оқырман болу үшін қызмет ету. Кітапхана тарихын, атағын, оның бірегей құжаттар қорымен қатарлас ең бағалы қызметкерлері қалыптастырады. Ардагерлер кітапханалардың дамуына зор үлестерін қосты. Бүгінде бұл жерде лайықты әрі талантты мамандар қызмет етеді. Орталық кітапхана жүйесінің қызметкерлері мен еңбек ардагерлері жоғары кәсіпқойлықтары, шығармашылық жетістіктері, мәдени мұраны сақтаулары үшін құрмет грамоталарымен және алғыс хаттармен ескерілді. Кітапханашыларды мерей датасымен құттықтауға өздерімен көп жылдар бойында қызмет ететін қалалық биліктің, түрлі мемлекеттік мекемелердің, ардагерлер кеңесінің, мәдениет сарайының өкілдері келді. Және әрине үздік достары, тұрақты оқырмандары. Выражаю признательность от имени Дмитрия Анатольевича, акима города. Қала әкімі Дмитрий Анатольевичтің атынан кітапхана жүйесінің барлық қызметкерлеріне таңдаған кәсіптеріңізге адалдықтарыңыз үшін, еңбектеріңіз үшін алғыс білдіремін. Әр ридерліктің өміріне қосып жүрген құнсыз үлестеріңіз үшін рахмет айтамын. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыстар және Қазақстан Республикасының игілігіне атқарып жатқан қызметтеріңізге мол табыс тілеймін. Библиотека – это дом. Кітапхана бұл келіп кітап оқып, зейін ашатын жер. Мен де бала кезімде осы кітапханаға кітап оқуға келетінмін. Бұл жас және аға ұрпақтардың кездесулерін өткізетін керемет жер. Сол үшін сіздерге рахметімді айтамын. Ваша профессия просто замечательная. Сіздердің кәсіптеріңіз керемет. Сіздер оқырмандарға өмірге ең қажетті жарықты, білім мен мейірімділікті бересіздер. Сіздердің көздеріңіздегі от ешқашан сөнбесін. Жұмысқа әрқашан қуана келіңіздер. Оқырмандарыңыз сіздерді, ал сіздер оқырмандарыңызды әркез осындай қуанышпен қарсы алыңыздар. Кәсіпқойлықтарыңыз өсе берсін, ал кітапхана қорлары үнемі толымси берсін. Дорогие коллеги, я сейчас смотрела на молодых девчонок. Құрметті менің әріптестерім. Мен жас қыздарға қарап, өзім 89 жылы 2 балалы болып, осы кітапханаға жұмыс істеуге келгенімді есіме алып тұрмын. Ол кезде мықты команда жұмыс істеген. Мен алғашқы құттықтау сөздерімді бүгінгі ардагерлерге, кешегі қалалық кітапханаларды орталықтандыру бастауында тұрған жас қыздарға айтамын. Орталықтандырылған кітапхана жүйесі 1975 жылы қалыптастырылған. Қымбаттыларым, сіздерді жақсы көремін, ұмытпаймын, әркез көмектесуге әзірмін. Мерейлі шараның меймандарына Халықтар достығы үйінің «Звездочка» студиясы театралды қойылымын ұсынды. Көрермендер Гогольдің «Вечера на хуторе близ Диканьки» шығармасының үзіндісінің бірден біліп қойдым. Шараның нағыз сәні әдеби кейіпкерлердің киімдерімен библиодефилесі болды. Музыкалық сыйларын мәдениет сарайының солистері дайындады. Мерейтойдың иелері салтанатты жиынның қатысушыларына жақсы сөздері мен жылы лебіздері үшін, кітаптарға деген сүйіспеншіліктері мен адалдықтары үшін алғыстарын білдірді. Ал Ридердің барлық тұрғындарына кітапханашылар кітапты жақсы көріңіздер, көбірек оқыңыздар деген тілектерін айтты. Пусть я на пенсии давно, а все же помнится, здесь для души лекарства лучшее найду. И если ночью вдруг замучает бессонница, с хорошей книжкой это время проведу. Библиотека, моя родная, я шлю тебе сердечный пламенный привет. И от души я тебе желаю, живи и здравствуй еще много-много лет.